Зиратқа барып прямой эфирде тамақ дайындайтын қыз туралы кім естіді? Оның есімі Аружан еді. Алғашында ол ескі хабарлердің үстінде дәстүрлі тағамдар әзірлеп, мұны марқұмдарды құрметтеу тәсілі деп түсіндіретін. Кішкентай үстел қойып, айналасына шам жағып, тағамды құлпытастардың алдына қоятын. Ол аруақтар бұл рәсімді келіп қарайды деп сенді. Алайда уақыт өте келе эфирлерде біртүрлі жағдайлар бола бастады. Кей түндері артқы жақтан біреулер оның сөздерін қайталап тұрғандай дауыстар естілді. Басқа бір жолы Аружан құлпытасқа қашалған есімді айтқан сәтте газ плитасының оты өздігінен лап етіп жанды. Ал тағы бір эфирде оның арт жағынан көлеңке өтіп кеткендей көрінді. Бірақ зиратта ешкім болмаған еді. Бірақ ең үрейлісі соңғы тікелей эфир болды. Бір қабірдің үстіне бұқтырма қойып жатып ол күбірлеп, олар да аштықты сезінеді деді. Сол сәтте барлық шамдар бірдей өшіп, эфир кенеттен үзіліп қалды. Келесі видеода Аружан тек дайын тағамды көрсетті де, қасына тағы бір тәрелке қойып, бос кеңістікке қадала қарап тұрып қалды. Біреу келіп қасына отырады деп күткендей. Видео қабірлер арасымен соққан желдім дыбысымен аяқталды. Ал жауапсыз қалған бір сұрақ бар. Сен қалай ойлайсың? Сол түндері шынымен әруақтар келді ме, әлде жоқ па? Пікірге жаз.